Менің мамандыққа жолым мектеп кезінде анықталды. Оқушы болғанымда Николай Заболоцкийдің «Некрасивая девочка» атты өлеңін оқыдым. Бұл шығармада автор адам жанының сұлулығы, тазалығы туралы пайымдайды. Өлең жолдары маған қатты әсер етіп, адамның жан дүниесіне, сезім мен құлқына қызығушылық оятып, мамандық таңдауыма әсер етті. Қазіргі уақытта мен интернат тәрбиешісімін. Тәрбие жұмысты тиімді жүргізуге педагог-психолог білімім мен біліктілігім көмектеседі. Тәрбиешінің жұмысы жоғарғы жауапкершілік пен шығармашылықты талап етеді. Сонымен қатар тәрбиеші бойында төзімділік, мейірімділік, адамдарды түсіну және қолдау қабілеті сияқты жеке тұлғалық және өз жұмысын жоспарлай білу, жасалып жатқан іс-әрекетіне талдау жасай білу қасиеттері болу қажет деп санаймын. Балалардың дамуы мен болашақ тағдыры тәрбиешінің даналығына, баланың ішкі әлеміне назар аударуына байланысты. Өзімнің балалармен қарым-қатынас жасап, бір күндік жұмысымның бейне көрінісін ұсынамын.